міндетің алғашқы қадамын жасау. Қалғаны өзі реттеледі. Сол сияқты кейде біз ананы ойлап, мынаны ойлап жүрген кезде кейбір адамдар істеп, үйреніп, құлап, тұрып, сүрініп жүріп, меңгеріп, үйреніп кетеді. Мына көбінесе енді бұл нақты бір ғылыми нәрсеге жатпайтын шығар, бірақ өмірде мектепте орташа оқығанда көбірек жетіспей жүреді. Неге деп сұраған кезде, үздік оқыған кісілер көбінесе информация басында көп, неше түрлі кітап оқып алған, ананы істейін ба, мынаны істейін ба, ананы істесем не болады екен деп жүрген кезде, ана көп нәрсе білмейтін ана бисмилля деп бастайды екен, бір құлап, бір сүрініп, бір тұрып, оңғыл шұңғылын үйреніп жүріп, кәсіп меңгеріп алады екен. Практикта ол баштан кезде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баршаңызға Алланың рахымы берекеті болсын. Бүгін өте тамаша кездесу болды. Мынау кемел адам туралы өте жақсы пікірлерін айтты. Қайрат қажы енді бауырымыз жақсылықтың жаршысы болып жүрген азаматтың бірі. Өйткені ол адамның көптеген имандылық туралы кітаптары жазылып, өзі уағызды да жақсы айтады. Осы жастарға, әсіресе ұрпақтарымызға керемет бір имандылық жолында уағыз айтып, солардың жүректеріне иман нұрын құйып жүрген, маңайындағы адамдарға имандылық нұрын шашып жүрген азаматтың бірі. Бұл Қайратқа өзінің журналистерге берген сұхбаттарында да, уағыздарында да бұл азамат атақ құмар емес, мансап құмар емес, халықтың қамын ойлап, халықпен бірге өзі сол халықтың несін дұрыс жолға қойып, балаларымызды дұрыс тәрбиелейтін, үлкен еңбек сіңіріп жүрген азамат. Қайратымыздың енді қанаты талмасын, қанаты қыран құстың қанатындай биікке самғасын. Әлі де талай тамаша осындай кездесулер болсын. Адам тәрбиесіне, адамның негізгі адамдық қасиетіне, құндылықтарына жол ашып жүрген азаматтардың бірі. Енді көптеген кітаптарын оқып жатырмыз. Мынау кемел адам деген нағыз қандай адам болу керек, адам баласы қандай жолмен жүру керек, Алланың көрсетіп берген тура жолмен жүріп, адасқандардың жолынан ұрпақтарымызды қалай сақтаймыз, сол туралы көптеген әңгімелерін айтты бүгін. Өте бір рухани құндылық, рухани сондай жақсы өзінің нелерін, ойларын білдірді. Мәулананың сөзі, сен жолға шық, жол өзі апарат. Сондықтан бәріміз жолға шығайық кемелдікке. Иншалла жол бізді апарат. Осы жолда жүрудің, күресудің өзі бір зор бақыт, үлкен үміт бәріміз үшін. Уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Алла разы болсын. Енді бұл кітапты мен ойбай бір ерекше кітап, бұның теңдесі жоқ деп айта алмаймын. Ниеттеніп жаздық. Керек жерін аларсыздар, керек емес жерлер болса, бұны тағы бір қарау екен деп қойып қоясыздар. Бірақ әйтеуір қолымыздан келгенше діни астарын қатты қоюлатпай, барлық адам түсінетіндей, барлық адам қабылдай алатындай деңгейін жазып жатырмыз. Сонымен қатар руханиятты да беруге тырыстық. Ассалаумағалейкум. Қазір мына ақпараттың заманы, неше түрлі қазір коуч дейді, сосын мотиваторлар дейді, тренингтер неше түрлі жаңағыдай саладан мамандар өзінше ғылыми тренингтер өткізіп жатады. Енді Қайрекеңнің бір ерекшелігі мен үшін барлық сондай тренингтердің өзінің кітабының есіміне сәйкес, атауына сәйкес бұл кемелденген коуч тренинг деп айтсам қателеспейтін шығармын. Өйткені бұл жерде бұл барлық осы жердегі кітаптағы ақпараттың негізі асылында, түбінде дін жатыр.
Сондықтан да бұл сол барлық аталған нәрселердің кемелді түрі деп мен тікелей айта аламын. Жалпы мына әдеби шығармалардың стильдік және мазмұндық ерекшелігі болады. Мысалы, бұған дейін діни әдебиет бізде қалыптаспаған. Негізі діни әдебиет дегеннен гөрі діни дастандар деген дұрыс шығар бұрынғы заманда. Совет заманда осыны үзіп тастаған. Жалпы діни әдебиеттің қалыптасуының барысы негізгі мазмұны бұл әлеуметтік жағдаймен және психологиялық ритмдермен ұсталып тұрады. Өйткені сен айтқан ісің жазған дүниең қайтыспен бекітілмесе, ол ақиқи ретінде саналмайды. Мына кітаптың ерекшелігі әр дүние, әр іс-әрекет бүгінгі қазаққа керекті амал айлалар қатыспен бекітіліп ғылыммен дәлелденген. Былайша айтқанда қазіргі замандағы рухани оқулық ретіндегі шығарма бұл. Бүгін Елордада Кемел адам кітабын, яғни кітабымды қолтаңбамен оқырмандарына табыстадым. Жақсы бір жылы кездесу болды. Енді бұл Кемел адам кітабы жан-жақты жетілу, тұлғалық даму бағытында жазылған мотивациялық кітап. Бұның Алматы қаласында рухани кеші болып өткен. Кітаптағы құндылықтарды біз сахна тілінде сөйлетуге тырыстық. Әдетте кездесулерде немесе тұсаукесерде кітап жайлы, автор жайлы келген кісілер өз пікірлерін білдіріп жатады. Ал біз рухани кеште сол Кемел адам кітабындағы құндылықтарды барынша сахна тілімен сөйлетуге тырыстық. Астанада, яғни Елордада да сондай рухани кеш жоспарлануда, Алла қаласа, дәл нақты күні арнайы жарияланатын болады.